Қайырлы кеш, құрметті көрермендер, эфирде Заң КЗ хабарының кезекті саны. Біз бүгінгі хабарымызда сот жүйесіндегі ақпараттық технологиялардың рөлі туралы айтамыз. Хабарымыздың бүгінгі қонағы Ақтөбе облыстық сотының ақпараттық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Еділ Құдайберген. Еділ Болатұлы, жоғарыда айтып өткеніміздей, ақпараттық технологиялар сот жүйесіне жаңа леп әкелді деп біз бүгінгі таңда айта аламыз. Жаңа көзқарасты талап еткендіктен бұл технологиялар өзіндік әсерін тигізіп жатыр. Қосыласыз ғой? Иә, әрине. Саламатсыздар ма, біріншіден. Енді қазіргі таңда бәрімізге белгілі, заман талабы сондай жаңа технологияларды, ақпараттық технологияларды кеңінен қолдану талап етеді. Ол жалпы айта кетсек, сот жүйесінің ғана емес, жалпы мемлекеттік қызметтің қай саласында болса да кеңінен қолданылып жатыр қазіргі таңда. Және осыдан сотта қалып жатырған жоқ. Атап өтсек, қазіргі таңда электронды сот төрелігін жүзеге асыру бойынша сот кабинеті, талдау форумы, төрелік ақпараттық жүйесі, одан басқа да сотқа келушілерді шақыру бойынша электронды хабарламалар, SMS хабарламалар, гибридті почта сияқты әртүрлі электрондық форматтағы қызметтер көрсетіледі. Енді бұл жұмыстар осы күнге дейін жүргізіліп келе жатыр, баршаға мәлім. Дегенмен де мұнымен сот қызметі әлі тоқтатылған жоқ. Әлі де бірталай жалғастыруда бұл жұмысты осы бағытта. Ал енді 2014 жылы сот кабинеті жүйесі іске қосылғандығын біз жақсы білеміз. Сот кабинетінің қызметі бүгінгі таңда қандай? Иә, сот кабинеті дұрыс айтып өттіңіз, 2014 жылы іске қосылды. Бұл жалпы айта кетсек, бұл мына ақпараттық технологияларды енгізу кезіндегі бір ерекше маңызға ие болған деп айтсақ болады. Себебі осы сот кабинеті сотқа түскен кез келген шағымды, арыз шағымдарды, хабарламалардың барлығын толықтай электронды форматта іске асыруға мүмкіндік береді. Бұл сот кабинетінде 50-ге жуық қызмет түрлері бар. 50-ге жуық. Мысалы, қандай қызмет түрлері? Бұл жерде көп қызмет түрлері бар. Жаңағы арыз шағымдарды қабылдау. Алдымен қабылдайды осы жерде. Электронды форматта қабылдайды. Электронды форматта. Бұл ретте атап өту керек. Бұл жерде мысалға жаңағы сотқа жүгінуші тарап, сотқа келіп, тағы да басқа артық шығындар, уақыттарды жұмсамайды. Ол тікелей үйінде немесе жұмыс орнында отырып сот кабинеті арқылы сотқа арыз шағым бере алады. Оны кейіннен сот өзіне қабылдайды. Ол бойынша қабылданған шешімді кейін сол жаңа тіркелген сот кабинеті арқылы қолданушыға хабарын бере алады. Арыз шағымды, осы жерде сөзіңізді бөлейін, электронды форматқа көшірілгеннен кейін арыз шағым беру көбейіп кетті саны жағына, шын айтайық. Өйткені бұл жерде өз аяғымен келмейді, үйде отырып, ұялы телефоны немесе өзінің дербес компьютері арқылы бұл дүниені жүзеге асады. Яғни, ал келген жағдайда бұл істен ойланып қалуы мүмкін адам. Егер берген арыз шағымын ойланып, өз-өзіне келіп, мен арыз шағым бермеймін. Мысалы, көп әкімшілік істерде, азаматтық істерде көп болады ғой бұл әрине. Өз ойынан, райынан қайтып жатқан жағдайда, мұны тағы да электронды форматта қайтып алуына бола ма? Мүмкіндік қарастырылған. Я, сіз бұл жерде өз жаңа райынан қайтып бас тартқан жағдайды айтып отырсыз ғой. Я, бұл функцияда қарастырылған, яғни сотқа жеткізбей. Сотқа жеткізбегенде бұл ретте басқаша айту керек болады шығар, себебі сотқа бұл беріп қояды бұл ретте электронды түрде. Кейіннен оны қайтып бару. Соттың шешімі шыққанға дейін, я, сот қарап нақты шешім қабылданға дейін ол қайтадан арыз бере алады. Дәл сондай функцияны арқылы арызын қараусыз қалдыру туралы немесе кейін қарай қайтару туралы арыз жаңа сот кабинеті арқылы беріп, кейін қарай қайтарып алады. Бұл кезде сот шешімі шықпайды, әрине ол жерде сол арыздың төңірегінде кейін қарай қайтарады. Сот кабинетіне келетін арыз шағымдар қандай жағдайда қабылданбайды? Яғни қате кетуі мүмкін, өзінің аты жөні дұрыс жазылмаған жағдайда, берілген құжаттар дұрыс рәсімделмеген жағдайда, қандай жағдайда қабылданбайды? Иә, бұл жерде енді жалпы сот саласындағы өндіріске байланысты. Енді азаматтық көбіне енді шағымдар тоқталып өтетін болсақ, азаматтық іс жүргізу өндірісіне сәйкес, бұл жерде азаматтық процестік кодексте көрсетілген талаптар бар. Арыздың нысанаға сәйкес болуы, яғни ол жерде мысал ретінде айтып кететін болсақ, арызды беріп отқан адам сот кабинетімен арыздың иесі береді, қол қояды. Мысалға, қағаз жүзінде берген кезде арыз иесі қол қою керек міндетті түрде.
Ал сот кабинетінде беретін болса, ол жерде жаңағы электронды цифрлы қолтаңба бар. Сол арқылы қол беру керек, қол қойып берілу керек. Ал осындай жаңағы нысандағы талаптар сақталмаса, және процессуал кодексте көрсетілген басқа да талаптар бар. Солар сақталмаған жағдайда ол қабылдаудан бас тартылады, кері қайтарылады. Сіз жаңа айтып қалдыңыз, сот кабинетінде 50-ге жуық дүниелер жүзеге асырылады, соның бірі ғана мына арыз шағымды беру. Тағысқа негізгі форматында. 50-ге жуық қызмет электронды нысанда жүзеге асырылады. Енді осы жерде тағы бір қызмет түрі ретінде мен электронды сенімхатты айтуыма болады. Сенімхат, иә? Электронды сенімхат, бұл өте бір ерекше қызмет түрі деп айтуға болады. Себебі кез келген адам сотқа жүгінген кезде өз атынан жүгінеді, немесе өкілі арқылы жүгіну керек. Ал өкілі сотта оның мүддесін қорғау үшін міндетті түрде нотариатты куәландырылған сенімхат болу керек. Сенім білдірушінің барлық өкілеттіктерін көрсететін. Ал осы электронды сенімхат осы процедуралардың жеңілдеуіне септігін тигізеді. Яғни жаңағы сенім білдіруші адам, ол іске қатысып отқан адамы басқа бір адамға өкілдік беру үшін ол нотариатқа бару қажеттілігі туындамайды. Яғни өзінің жаңағы жоғарыда айтып өткендей электронды цифрлы қолтаңбасының негізінде сот кабинетіне кіріп, сол жерден өзі сенім білдіруші өкілді көрсете алады. Сөйтіп ол сенімхатты белгілейді, электронды сенімхат деп аталады бұл функционал. Осыны сот кабинеті арқылы өкілеттігін белгілеп жібереді, және ол бір ерекшелігі деп айтуға да болады. Бұл электронды сенімхат нақты бір істің төңірегінде ғана беріледі. Яғни бұл сенімхатты басқа қандай да бір жағдайларда қолдануға болмайды, тек сол іс бойынша ғана. Және ол іс қаралып жатқан кезде берілген уақыты белгілі, енді ал тоқтатылу мерзімі оның толықтай заңды күшіне енген сот актісімен реттеледі, шектеледі. Сот жүйесіндегі үлкен бір дүние бұл атқару парағы. Біздің білуімізше бұл жүйеде атқару парағында да үлкен өзгерістер бар. Ақпараттық технологияларды қамтамасыз ете отыра, бұл атқару парағында қандай өзгерістер орын алды? Ақпараттық технологиялар, манада айтып отырмыз, негізгі тақырып сол кеңінен қолданылуда. Енді бұл жерде бастап айтатын болсақ, атқару парағы бұған дейін жаңағы технологиялар, IT технологиялар енгізілгенге дейін қағаз жүзінде шығарып берілетін, ол баршаға мәлім ғой. Бұл жерде қазіргі таңда атқару парағы толықтай электронды форматқа көшті. Яғни кез келген қылмыстық іс болсын, азаматтық іс болсын, әкімшілік іс болсын, барлығы процедурасы болсын, ол электронды түрде жүргізіледі. Енді бұл жерде ол электронды түрде өзі жүйеде реттелген, белгілі бір нысаны бар. Ол нысанға тек өндірілетін соманы және борышкер мен өндіріп алушының жаңағы мәліметтерді енгізу арқылы атқару парағы дайындалады. Бұның бір ерекшелігі, бұл жерде атқару парағы электронды түрде автоматты түрде жолданады. Яғни бұл жердегі бір ғана функция, ол қай өңірлік палатаға жолдау керек екені. Мысалға, борышкердің жаңағы тұрғылықты жері бойынша Ақтөбе облысындағы өңірлік жеке сот орындаушылар палатасына жіберу керек болса, сот сол өңірлік палатаны көрсетеді Ақтөбе облысы бойынша. Ал әрі қарай оның ішіндегі қандай жеке сот орындаушысына беретін туралы белгілі бір жеке орындаушысын таңдау мүмкіндігі жоқ. Яғни ол жер автоматты түрде бөлінеді. Бұл да енді бір жағынан айтып өтсек, уақытты, шығынды үнемдейді десек, екінші жағынан жаңағыдай белгілі бір қызығушылық, белгілі бір мүддені қорғап, басқа адамға таңдау мүмкіншілігінде жоққа шығарады. Автоматты түрде бөлу арқылы. Атқару парағының осындай тиімді жағы. Ол енді қазіргі таңда кеңінен қолданылады. Бұны уже барлық сот орындаушылары да орнына қойылған. Сот жүйесіндегі тағы бір жаңа дүние бұл гибридті почта. Гибридті почта дегеніміз не? Гибридті почта бұл жалпы гибридті почта бұл электронды түрде хабарлама жібереді. Бізде қазір почта қағаз жүзінде жөнелтілген болса бұрын, почта бөлімшелері арқылы, ол мысалға сол үшін процестік мерзімдер белгіленеді, судья мерзім белгілейді сол почтамен жеткізу үшін. Ол яғни 3 күнге дейін, 5 күнге дейін, тіпті шалғай аудандар болса, ол одан да көп мерзімге шейін қағаз жүзінде жолданады. Ал қазір гибридті почта арқылы бұл орталықтандырылған жүйе арқылы жіберіледі. Яғни гибридті почта арқылы мысалға басқа өңірге жібергенде әсіресе өте тиімді.
мысалға Қазпочта жүйесінде біз таңдаймыз, мысалға сотқа шақыратын адамды қашық жерде, мысалы Шығыс Қазақстаннан шақыратын болсақ, гибридті почтамен жолдаған кезде жаңағы атап өткен Қазпочтаның бөлімшесі Шығыс Қазақстан облысындағы бөлімшесі арқылы ол теріс сол жердегі мекенжайға жолдана қояды. Электронды түрде жүргізіледі бірден. Бұл уақыт тұрғысынан өте тиімді. Уақыт тұрғысынан біріншіден. Енді бұл да хабарламаның бір түрі болып табылады. Сонымен қоса бұл жерде SMS хабарлама деген бар. SMS хабарлама қазіргі таңда өте тиімді, себебі баршамызға белгілі шығар. Енді кез келген адам қазір қоғамда ұялы телефонмен қамтамасыз етілген деуге болады. Сол ұялы телефонды көрсетіледі, істе бекітілген телефондарына хабарлау арқылы сотқа шақыруға және сот актісінің дайын болғаны туралы, соттың іске түскен туралы хабарламалар SMS арқылы келіп отырады. Бұл SMS хабарламалардың тиімділігі енді уақыт тұрғысынан айтпаса да белгілі, жедел жеткізіледі. Екінші тұрғыдан бұл жаңағы сол хабарлауға кететін шығындарды едәуір үнемдеуге жеткізеді, мүмкіндік береді. Мысалға айтып өтсек, жаңағы почта қағаз жүзінде жөнелтетін почталар 350 теңге болса құны, ал SMS хабарламалар ол 4 теңгені құрайды. Бұл жерде ол байланыс операторының ешқандай несіне қарамай, қандай оператор болса да ерекшелік жоқ, 4 теңгені құрайды. Енді бұны шығынды есептеген кезде әрбір істе кем дегенде 2 тарап болатын болса, және күніне бір іс емес бірнеше іс бойынша сотқа қатысушылар шақыртылатынын ескерсек, бұл деген ай соңына есептегенде едәуір шығын үнемдеуді, қаражат үнемдеуге мүмкіндік береді. Кері байланыс болатын болар, бұл жерде? SMS алынды ма, почта арқылы жетті ме бұл SMS хабарлама? Бұны дұрыс айтып өттіңіз. Гибридтік почтада да, SMS хабарламада міндетті түрде жаңағы төрелік бағдарламасында көрсетіліп тұрады. Оның алғаны, адамға жеткізілгені, оның ол туралы оқығаны туралы, ашып қарағаны туралы мәліметтер міндетті түрде көрсетіледі. Енді электронды қылмыстық іске тоқталатын болсақ, бұл да жаңа форматта жүзеге асып жатқан дүние қаншалықты өз нәтижесін беріп жатыр? Электронды қылмыстық іс дегеніміз осы қабылданған осы жаңағы қылмыстық іс туралы жүзеге аса бастаған кезде көптеген даулар туындаған, өзіңізге де мәлім шығар. Енді бұл қалай жүзеге асады? Іс құжатты жаңағыдай судьялар, басқа да сотқа дейінгі тергеу органдары, лауазымды адамдар бұны өз көзімен істі құжат жүргізгендей болмайды деген сияқты пікірлер де кездесті. Дегенмен бұны қабылдап, соны жүзеге асуына атсалысқан тұлғалар да көп болды. Соның бір ретінде сот жүйесінде айта кетуге болады. Енді бұның ерекшелігі, бұл қылмыстық электронды істер, ол тіркелген сәттен бастап, олдың толық орындалғанына дейін электрон түрде жүргізіледі. Бірде-бір құжат қағаз жүзінде электронды кабинет арқылы қабылданады, арыз шағым әрі қарай бұл процестің барлығы электронды форматта өтеді. Бұны жаңағы сотқа дейінгі тергеу жүргізетін адамдар, анықтаушы да бұл жерде барлық құжатты электронды түрде жаңағы қылмыстық іске тіркейді. Соның ішіне салып отырады, және қағазбен келген құжаттың өзін болады, ондай факторлар қағаздың өзін өз қолтаңбасы арқылы бекітіп отырып, электронды түрде жаңағы базаға салып отырады. Енді бұл барлық құжаттар электронды тіркеледі. Бұның көп оң тұстары бар. Себебі жаңағы ортақ жүйеден бұлар керекті, тиісті ақпараттарды алады. Мысалға жаңа тергеу жүргізіп отқан адам жүйе арқылы ол жаңағы күдікті деп танылған адамның жеке басына қатысты барлық мәліметтерді алады, және соған қатысты мүлкілері қатысты, тағы да басқа мәліметтерді жүйе арқылы алып, оны бекіте алады электронды жүйеге. Және бір екінші айта кететін жағы бұл жерде өте бір сондай сыбайлас жемқорлық тұрғысынан айта кететін жайт бар. Себебі электронды істер біріншіден оны бұрын байланыс болмайды бір-бірімен, тіркеледі. Салыстырмалы түрде айтқан дұрыс болатын шығар, себебі қағаз жүзінде іс құжаттарын мысалға дегенмен тергеушінің дейік, мысалға сотқа дейінгі жүргізетін адамның лауазымды тұлғаның ол қолында болды десек болады. Құжаттарды ауыстыру мүмкіндігі болуы мүмкін, немесе жойып жіберу мүмкін, немесе өзгерістер енгізуі мүмкін, кейін түзетулер енгізуі мүмкін. Ал бұл ретте электронды қылмыстық істің бір ерекшелігі осындай мүмкіндіктердің болмауына жағдай жасайды. Яғни кез келген құжатты ол базаға салады электронды түрде, және оған өз қолтаңбасымен бекітеді, қол қояды. Сол кезде ол құжаттың салған уақыты бәрі көрсетіліп тұрады.
яғни оған кейін енгізілген өзгерістерді бұрынғы жаңа уақытымен салыстыра отырып қарай қоюға болады. Базадағы түскен құжаттарға кімнің қарауға, алуға құқығы бар бұл тұста? Бұл ретте іске жаңағы енді белгілі жағдай іс жүргізіп отқан лауазымды тұлға түсінікті ол толық қарай алады, қамтамасыз ете алады, және судьялар іс электрон түрде сотқа берілгеннен кейін соттың толық қарап зерттей алады, және мемлекеттік айыптаушы қылмыстық істерге қатысатын және адвокаттар қарай алады. Сонымен қатар бұл істі өтініші бойынша немесе жаңағы қатысушы, жәбірленуші, сотқа берілген тұлға, айыпталушы, күдікті, оларды қарауға мүмкіндіктері бар қылмыстық істер. Электронды қылмыстық істе қорғаушы үшін қиындықтар жоқ па? Қазіргі таңда қиындық жоқ деп айтуға болады. Себебі оларға, мысалға сот ғимаратында айтып өтсек, сот залында оларға бөлек ерекше персоналды компьютер беріледі, және соның алдында отыру арқылы ол өзінің паролімен жаңағы логин енгізіп, толықтай қамтамасыз етіледі іске, толық көре алады. Істің жүргізілген сатысынан сотқа дейінгі және сот барысындағы барлық құжаттарды көре алады. Ешқандай шектеу жоқ ол ретте. Еділ Болатұлы, енді мынаны айтыңызшы, қазір біз электронды Қазақстан деп жатырмыз. Тек қана сот жүйесін ғана емес, барлық жүйені барынша электрондылауға тырысып жатырмыз. Бұл медицина саласы болсын, бұл денсаулық сақтау саласы болсын. Бірақ барлығында да қиындықтар орын алып жатыр. Өйткені үлкен жоғары оқу орындарындағы профессорлар қауымы қазіргі заманға электронды форматта жұмыс жасауға бейхабар болып отыр. Сондықтан бұл істе оларға көмекшілер қосылды, басқа да жұмысты сәл жұмыс барысында қиындықтар туғызды. Ал осы электронды қылмыстық істе қиындықтар тумады ма? Барлығы 100% меңгерген деп айта аласыздар ма? Қазіргі бұны енді басталған кезінде әрине белгілі қиыншылықтар болды. Себебі жалпы қағаз форматтағы нысандағы істерден толықтай электронды көшіп кету оңай болған жоқ. Кезең-кезеңмен көшірілу керек, солай ғой, өйткені бірден оңай болмайды. Әрине, одан кейін тағы бір мәселе бұл, енді мен тікелей судьяның қызметіне қатысты айтсам, бұл жерде судьялардың ақпараттық технологияларды меңгеруіне тікелей байланысты болды. Әрине, бұл ретте алғашқы енгізілген, жоба ретінде енгізілген кездерде міндетті түрде түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Бұл жоғары соттың бастамасымен жаңағыдай бейнеконференция арқылы түсіндірілді. Көмекшілер бекітілген шығар бұл істе. Көмекшілер бекітілді, солай түсіндірме жұмыстары жүргізу арқылы бұның барлық жаңағы мән-жайларын көрсете білді. Бұл осыларды өткеннен кейін судьялар енді екінші жағынан қазіргі таңда айта аламын, ақпараттық технологияларды, оның үстінде жаңа өзіміз тікелей қолданатын төрелік базасы, ақпараттық жүйесі, бұларды толық меңгерген. Сондықтан бұларға қылмыстық істі қарауда қазіргі таңда қиындық туғызбайды деп ойлаймын. Себебі бұл сол жаңа төрелік базасына интеграциялау арқылы іске асырылған жоба, іске асырылған ерекшелік. Ақпараттық технологиялар жұмысындағы тағы бір үлкен өзгешілік бұл QR-код қызметі. Бұл қандай қызмет? QR-код дегеніміз енді жалпы QR-кодтың түсінігі бәрімізге белгілі шығар. Ал сот жүйесінде бұл қалай пайдаланады бұл деген штрих сұрақ туындайды. ретінде сканерлеу арқылы жаңағыдай ақпарат алуға болатын жағдай ғой. Сот жүйесінде бұны осы іске асыру барысында бұл сот жүйесіне соттағы барлық ақпаратпен қамтамасыз ету, соттың ашықтығын және оған келетін тұлғалардың, сотқа келушілердің, қатысушылардың, тараптар болсын, басқа да кез келген жүгінушілердің соттан қандай да бір ақпарат алу үшін, өзіне қажетті ақпарат алу үшін бір оңтайлы орта қалыптастыру мақсатында енгізілген бұл. Бұл QR-код деген жалпы цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында пайда болды. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы сотында сот ғимараттарының әр қайсысында осындай QR-код көрсетіліп тұр. Ғимаратқа барған жағдайда QR-кодты көреді және сол жерде бұның ұялы телефон арқылы камерасына QR-кодты сканер жасау арқылы сілтеме пайда болады. Сол сілтемеге өту арқылы өзіне керек ақпаратты, кез келген мәліметтерге қол жеткізу мүмкіндігі бар. Бұл енді жаңағы жоғарыда айтып өттік, сот кабинетінің сәл егде жастағы адамдарға сәл қиындық туғызуы мүмкін. Мысалға пароль керек, логин керек дейді, жаңа электрон цифрлық қолтаңба басқа да. Ал мына QR-кодтың бұл жерде сәл оңайлатылған түрде айтуға болады. Бұған кіруге ол тек камерасын қосып сканер жасаудың өзі
жеткілікті болып саналады бұл жерде. Бұл енді әрине көп жағдайда қиындық әкелмейді. Қиындық әкелмейді. Дұрыс айтасыз. Пандемия біздің бұған дейін айтып отырған, сіз айтқан жаңа цифрлы Қазақстан, электронды Қазақстан деп жатырмыз. Дәл осы біздің жобамызға ертерек аяқ басуымызға келді деп айтамыз. Кез келген сала болсын, біз үйден шықпауымызға тура келді. Алдыңғы бірінші толқын кезінде барлығын электронды форматқа көшіруге тырыстық. Бірақ сіздер сол электронды кабинеттен бастап бұл салаға сәл ертерек көштіңіздер. Бұл өзіндік оң нәтижесін берген сияқты. Сот қызметі карантин кезінде қалай жұмыс жасады? Иә, осы карантин кезіндегі тоқталғым келіп отырған өзімде. Себебі манадан бері айтып жатырмыз, ақпараттық жаңа технологиялар енгізілгеннен бері сот кабинеті пайда болғалы барлық құжаттарды электронды түрде қабылдауға мүмкіндік болды. Дегенмен бұл функция пайда болғанымен кейбір азаматтар, оны ешқандай жазырудың қажеті жоқ, кейбір азаматтар бұл қағаз түрінде жүгінгенді өзіне қолайлы санайтындар болды. Сонымен бұрынғы жаңағыдай қалыптасқан неде бағытта. Енді бұл өз септігін осы карантин кезінде әсіресе көрсете білді деп айтуға болады. Себебі өзіңіз айтып өттіңіз, бірінші толқынның кезінде алғашқы белгілер жаңа карантин наурыз айында енгізілді бізде. Сол кезде үйден шығуға тыйым салды. Сот ғимараттарына бармақ түгіл үйден шыға алмай қалды. Осы кездерде сот өз қызметін тоқтатқан жоқ. Себебі бұл жерде күттірмейтін, өз шешімін табуға жаңағыдай белгілі бір уақытты талап ететін, жедел шешу керек мәселелер, даулы мәселелер жаңағы тұрды. Олар шешу үшін міндетті түрде сотқа жүгіну керек. Соттың қатысуынсыз шешу болмайтын жағдайларда әрине сот қызметін тоқтата алмайтын белгілі. Осы кезде көпшілік жұрт жаңағыдай электронды форматта сотқа жүгіну мәселесін қолға ала бастады. Жаңағы айтып өткенде қағазбен жүгінуге қолайлы санайтын азаматтардың көп бөлігі осы кезеңде нақтырақ айтсақ электронды форматқа көшті. Игеруге тура да келді. Және оны игергеннен кейін басым, біз енді өзіміз аналитика жүргізіп отырсақ, басым бөлігі кейін осы электронды форматтардың тиімділігін бағалап, оң бағасын беріп жатыр. Енді дегенмен карантин кезінде бәрібірде жақсы бола бермейді ғой. Енді бұл жерде де жаңағы электрондық іс жүргізу бойынша көптеген келіспейтін жағдайлар кездесіп жатты. Бұл ретте ол істің қаралу процедурасына көп жағдай соған байланысты болды. Себебі сот отырыстарын біз қашықтықтан қарауға көшті судьялар. Бұл ретте олар жаңағы бейнеконференц байланыс бар. Одан басқа кейіннен қатысушыларға, тараптарға ыңғайлы болу үшін WhatsApp қосымшасындағы онлайн жаңағы бейнеконференц, бейне байланыс арқылы да өткіздік сот отырыстарын. Осы ретте біріншіден ол интернет желісінің, яғни жаңа оператордың белгілеп отырған интернетіне байланысты болу керек, сапасы нашарлау болуы мүмкін. Және де бағана тоқталғанда егде жастағы адамдар көбіне жаңа мобильді қосымшаны дұрыс қолдана алмау салдарынан осы қашықтықтан басқару бойынша ақпарат технологияларға өзінше теріс баға бергендей болды. Дегенмен бұл шаралардың бәрін уақытылы сот қарастырды. Соттар әкімшісі басшысының жаңағы қолдауымен бұл істерде мысалға шаралар шешу бойынша көп шаралар қолданылды. Мысалға айта кетсек, жаңағыдай егде жастағы адамдар ұялы телефонды қолдану жағынан сәл төмендеу болуы мүмкін. Осы ретте біздерде мысалы қалалық сотта кабинеттер пайда болды ғимараттың ішіне. Және сол жерге барған жаңағы егде жастағы азаматтарды шақырып, сол жерде планшеттер беру арқылы, және соны байланыс арқылы сот отырысына қосып, және басқа да электронды құжаттарды түсіндіріп, сондай жұмыстар жүргізілді. Енді ол жағынан барынша жағдай жасауға тырысып жатырмыз қазіргі таңда да. Әрине бұл істердің барлығы оң нәтижесін берді деп толық айта аламыз. Олай болса әңгімеңізге рахмет. Құрметті көрермендер, осымен Заң КЗ хабарының кезекті саны аяқталды. Эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.